Мен өте қуаныштымын дейді. Басында біз кешумен шығатынымызды білген жоқпыз дейді, ал кешумен шығатынымызды көргенде, естігенде өте қуанышты болдық дейді. Осыдан 1-2 жыл бұрын Аюми тобының әнін айтқан кезде біз ойлағанбыз дейді, Аюмимен бірге Алматыда сахнада өнер көрсетеміз деп, бірақ ол арманымыз орындалған жоқ. Соңғы 5-6 жылда біз өте белсенді қатысып жүрміз дейді Жұлдызай байқауына, бірақ елбасының алдында өнер көрсету бізге бірінші рет бұйырып тұр. Барлық қатысушыларға егер жеңіліп жатса, жаңа қайғырып, уайымдаудың қажеті жоқ дейді. Ең бастысы денсаулық болса болды дейді. Жеңілсек те, жеңсек те біз бәріміз жеңістің үстіндегі адамдармыз дейді. Жұлдызайға үлкен рахмет, мен сендермен дос болғаныма өте қуаныштымын. Мен жақында мектеп бітіріп кетемін дейді. Біз сіздерді жақсы көреміз дейді. Менің атым Айбын, мен Шымкент қаласынан келдім. Енді үйдегілер отбасымыз. Біз әжем, анам, әкем, қарындасым, тағы 2 ағам бар. Мен бос уақытымда домбыра тартамын, ән айтамын. Жұлдызай сахнасында өнер көрсеттім. Мен кешу тобының әншісімен елестер әнін орындадым. Концерт керемет өтті. Біз кей кезде ойнаймыз. Тамаққа баратын болсақ, бір-біріміздің қолымызбен ұстаймыз. Үй тапсырмасын орындайтын болсаң, досың көмектеседі. Мен Жұлдызайдағы көрермендерге сәттілік тілеймін. Өнерлері көрген үшін әрқашан биіктен көрінсін. Алла қаласа, менің концертімде жүздескенше.